Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз дәрумендер. Дәрумендердің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Дәрумендер адам мен жануарлардың тіршілігіне, олардың ағзасындағы зат алмасудың бір қалыпты болуы үшін аз мөлшерде өте қажетті биологиялық активті органикалық қоспалар. Дәрумен латынның vita тіршілік деген сөзінен шыққан, яғни өмір үшін қажетті зат. Дәрумен туралы ілімнің негізін 1880 жылы орыс дәрігері Николай Лунин қалады. 1912 жылы поляк дәрігері Казимеш Функ сол кездегі жасалған тәжірибелер нәтижесін қорытындылап ғылымға дәрумен терминін енгізді. Барлық дәрумендер суда еритін дәрумен, майда еритін дәрумен және дәрумен тектес заттар деп бөлінеді. Майда еритін дәрумендер тобына А, Д, Е, К дәрумендер тобы жатады. Яғни бұл дәрумендер маймен бірге ағзаға жақсы сіңімді болады. Суда еритін дәрумендер тобына Б, С, H тобының дәрумендері жатады. Дәрумендердің пайдасы. Дәрумендер ағзадағы ферменттердің түзілуіне қатысады. Дәруменсіз ағзаның өсуі, дамуы мен тіршілік жалғастыруы мүмкін емес. Дәрумендер әсіресе балалар мен жасөспірімдер үшін дұрыс өсуі, дамуы үшін өте қажет. Ағзаның әртүрлі ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Дәрумендердің пайдасымен қатар зияны да болады екен. Дәрумендерді әсіресе А және Д дәрумендерін шамадан тыс қолданса, ағзаның улануы гипервитаминоз ауруына шалдықтырады. Ол көбінесе жас балаларда жиі кездеседі. А және Д дәруменінің көп болуы иммундық жүйенің балансын құртады. Д дәруменінің көп болуы қабынуды күшейтеді. Адам аурушаң болады. Д3 дәруменінің асқазан ішек жолдары, қуық несеп жолдары, жүрек қан тамырлар жолдары ауыратын адамдарға ішуге болмайды. Себебі организмде кальцийдің жиналуынан тастар түзіледі. Керісінше, дәрумендерді ағзаға жетіспесе, адамдар авитаминоз ауруына шалдығады екен. Авитаминоздың салдары біз ойлағанымыздан да ауыр болуы ықтимал, яғни науқас созылмалы ауруға ұшырауы мүмкін. Сол себепті авитаминозды асқындырмай анализ тапсырып, дәрумен қабылдап жүргендеріңіз дұрыс. Б12 дәрумені жетіспесе, қатерлі анемия пайда болады. Б1 дәрумені жетіспесе, бери-бери полиневриті. С дәрумені жетіспесе, цинга. Д дәрумені жетіспесе, рахит ауруларын тудырады. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екенін ескертеміз. Құрметті достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.